Ассалаумағалейкум ағайын, бұл Заңзангар компаниясынан Еспирин Браун. Қазір мен Астанадамын. Астанада жүрмін. Мына сұрақтарға жауап берейін. Қазір мынандай сұрақтар көп келіп жатқан көрінеді. Жеке сот орындаушының ақшасын неге төлейміз, не үшін деп. Жеке сот орындаушының ақшасы мәжбүрлеп өндіру үшін төленеді. Ол қай кезден бастап төленеді? Егер де сіздер қарызыңыз болып ол ақшаны сот орындаушыда іс қозғалғанға дейін, немесе ол сізге ол жөнінде хабарлағанға дейін өз еркіңізбен төлеп тастасаңыз, онда сот орындаушының сізден ақшаны өндіріп алуға құқығы жоқ. Ал егер де жоқ, сіз сол сот орындаушының атқару өндірісі қозғалғаннан кейін ол жөнінде білгеннен кейін ба орындасаңыз, онда сот орындаушының ақшасын төлеуге тура келеді. Оның өзінің белгіленген мөлшерлері бар. Осы аражікті ашып алу керек. Мысалы үшін мен атқару өндірісі қозғалғанын білген жоқпын, бірақ өзім барып төлеп тастадым. Онда сот орындаушы бұл ақшаны менен өндіріп ала алмайды. Ал біліп тұрып, өз еркімен барып төлеген күннің өзінде де атқару өндірісі қозғалғанын білгеннен кейін, онда ол мәжбүрлеу болып табылады, ол төленеді. Осыларды ескеріңіздер, қараңыздар ағайын. Сол жалпы Заңзангар компаниясы біздер немен айналысады дейтін болсаңыздар, біз көп салада қызмет көрсетеміз. Біздің арнайы сайтымыз бар. Осы әлеуметтік желіде біздің қызмет түрлерімізді көрсеңіздер болады. Көптеген салада, мысалы үшін талап арыз жазу, шағым жазу, алимент өндіру, бизнес ашу, ИП ашуға дейін біз тіпті мөрлерді жасаймыз. Оны біз Қызылорда облысы Қазалы ауданында жасап отырмыз. Одан бөлек жерге орналастыру жұмыстары, жердің құжаттарын заңдастыру. Мұның бәрі біз Қызылорда және Қазалы ауданында істеп отырмыз. Астанада және Алматыда әзірге біз ондай жұмыстарды бастамаймыз. Біз бұл Астана қаласында қандай жұмыстармен айналысады дейтін болсаңыздар, сенім хаттар баланы алып жүруге, одан кейін зайым шарттары болады, аренда шарттары, мүлікті жалға беру шарты, тегін немесе тегін емес ақшалай, бизнес ашу, компанияларды құру, осы секілді құжаттардың бәрін істейміз. Одан да бөлек, егер де құқықтарыңыз болса, шағым, арыз жобаларын дайындап бере аламыз. Алимент өндіруге байланысты, неке бұзуға байланысты, отбасы даулар, заңдық маңызы бар фактілер анықтау, мұрагерлік істерге қатысты кеңестер, осындай мәселелер бойынша хабарласаңыздар, біз сіздерді күтеміз. Мен қазір өзім әзірге Астанада жүрмін. Алла бұйыртса келесі аптаның аяғына дейін болуым керек. Одан кейін Қызылордаға кетемін. Сол бұл жақта Бауыржан деген жігіт қызмет атқарады. Сол жігітке келіп құжаттарыңызды бәрін тапсыра берсеңіздер болады. Біздің компания бәрі, мысалы үшін белгілі бір сала болатын болса, ол саламен бізде тиісті қызметкерлер және бөлімдер бар. Сол бөлімдер өздері әрмен қарай жұмыстар жалғастырып кетеді. Біз бұл жердегі өкілдігіміз сіздерге қызмет көрсетуге қолжетімді болу үшін арнайы ашып жұмыс істеп отырмыз. Жақсы.